Ардақты әкеге арнау. Қожекенов Зәкәрия Қожекеұлы. Жан әке, жаратылған асылдан, аямай бар ғұмырын баласынан, еңбектеніп тынбастан таң асырған, есейіп, ер жетсем де бұл өмірде, дәл сіздей таба алмаспын жанашыр жан. Еске алып өзіңізді ұрпағыңыз, жұмақ төрі болсын дейді тұрағыңыз. Өмір жолын баяндайды жыр қылып, рухыңызға бағыштайды Құранын. 1922 жылдың қаңтар айы кіргенде, жаратқанға разы болып бергенге, Қожеке атаның әулеті ұлды болды, тасып содан дәулеті. Сары жыра кіндік қаны тамған жері, туған елі бала ойыны қанған жері. Қожекеден туған ағайынды алтындар, ел алдында ақ жүздері жарқылдар. Көштің басы біздің әкей Зәкәрия, ақ артынан ере түскен Мұқария. Мәкәрия мен Кенжебайдай бауырлар, бауыр барда қиын емес дауылдар. Қиындықта табылатын қасынан, бауырларға жол көрсетіп өмірлік. Біздің әке қамқор болып жасынан, ата-анаға қолдау болып өсірді, әрқайсысын отау қылып көшірді. Үлкендігін әркез сезіп үшеуі, әкемізді құрметтеді басынан. Сұм соғысқа тұс келгеннен жас кезі, 10 бітіргеннен қатар қалып әскері, 4 ай бойы жеңіп талай қиындықты, сұм соғысқа өтті солдат дайындықты. Лейтенанттың шенін алып келгенде, Белоруссияда қарсы алып ақтаңды, отан үшін қан майданға аттанды. 5 жыл бойы жауға қарсы шайқасты, командирлік жұлдыздары жағылып, кеудесіне медальдері тағылып, аман есен елге оралып батырым, бейбіт күнде жалғастырды ғасырын. Жаратқаным кездестіріп қосағын, сыйластықта түтіндетіп ошағын. Қожеке әулетіне келін болып, қайныш ана аты неге керім болып. Зәкәрия мен қайныш ананың отауы туған елде биігінен тігілген, екі елдің ақ батасы берілген. Осы күннен бірге соғып жүрегі, анамызбен сыйластықта жүреді. Екеуінің бар байлығы ұл қызы, 4 ұл мен 4 қызы бар жұлдызы. Фаридасы үйдің алғаш қызығы, артынан келген әсет атты бұзығы. Дариға, Риза, серікпенен ерік келіп өмірге, әр баласы шаттық сыйлап көңілге. Ерболатпен көкке жетіп төбесі, кенже қызы Майра болды келесі. Баласы үшін күні түні тынбаған, қиындыққа қарсы тұрып сынбаған, өскеленге шамнан шырақ жақтырған, ұстаздықты шын жүрекпен атқарған. Жарсу, Қарабұлақ, Сары жырадай отанға, коммунист болып қызмет еткен қоғамға, Қызыл жеменей колхозында, фермада, меңгеруші болып басында, біліктілік танытады расында. Партия комитетінің нұсқаушысы, хатшысы, болды кезінде шаруашылық басшысы. Әулетіне өткізіп әке жарлығын, жақсылыққа жетеледі барлығын. Ағайын жұрт білді оның қадірін, жігер беріп ширатады бейнеттер, жасы жетіп
атанады зейнеткер. Міне осындай азаматтың ұрпағымыз, әкеміздің ниетінен гүлденіп тұр тұрағымыз. Бекер кетпес елдің берген батасы, ұмытылмас мақтан тұтар атасы. Жомарт Ерлан менен Асқары, ерсін дәуренімен жалғасуда дастаны. Немерелер әскери болып атадай, отанына қызмет етіп жатадай. Ермек атты немерең дөңгелетіп адалдықпен кәсібін, жиып отыр Алла берген нәсібін. Ал жанатың ақ халатты дәрігер, емі шипа жасы менен кәріге. Медицинада оқыған, білім ғылым тоқыған, биік атын асқақтатып атаның, алып отыр профессор атағын. Бағала келіндердің бұл дүниеге берерін, ер азамат туыстың көтеретін беделін. Осы өмірдің жақсыларын жасайтын ұйытқысы осы келіндер дер едім. Кәбира, Роза, Раушан, Марфуғадай қосақпен шежіресін жалғастырған ұлдары. Бұл өмірде ашық болып жолдары, алтын құрсақ, алтын ұрпақ тудырған, шаңыраққа бақыт құсын қондырған. Бүгін міне Зәкәрияның әулеті, мақтан тұтар немередей дәулеті, тағзым етіп атамыздың басына, жамағатты жинап отыр асына. Ардақты әке, бейбіт өмір шалқып тұрған жерінде, атың биік көш атымен асқақтады еліңде. Болса дағы жаның мәңгі келместе, атың шығып сонау биік белесте. Игісің ұмтылмас жасаған, ұмытпайтын халқың барда артыңда, ұлықтайтын даңқың барда артыңда. Таудан биік, теңізден терең әкем, еңбегіңіз елге еткен ерен әкем. Адамзаттың асылы әз пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем. Судан таза, қардан аппақ ары, ешкімнің ала жібін аттамады. Менің әкем 1000 жылда бір туатын ұл адам деп ұлыма мақтанамын. Кешегімен әкемнің бүгінімін, кекілін жер тараған құлынымын. Алтын деген мен емес, менің әкем. Мен алтынның жай ғана сынығымын. Ардақты әке, сүйікті ата, жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.